Men жүкті болғанын білген жоқ болмай. Мен жай ғана... Жетер! Апа жетер! Доғар енді! Мен бір-ақ рет қана бардым. Екеуің бір-біріңе тең келмейсің білді. Онсыз да бұл өмірде менің теңім жоқ, апа. Саған салса бұл өмірде менің теңім жоқ. Жоқ! Балам, Құдай үшін, қолыңды жүрегіңе қойды, алдымен мені тыңда. Тыныш етіңдер. Ол бізбен танысуды да күтпей-ақ сенімен бірге тұрып жатты. Қызың болса, сүйіктісімен бірге тұруына келісетін едің, а? Қандай отбасы ол қызын іздеп келмейтін? Қайда жүр, кіммен жүр деп тексермейді. Тіпті неке қимай жатып бала сүю деген не сұмдық? Сен айт, ол не сұмдық? Апа, мен де жас едім. Мен де жас болдым. Әрі арты не болатынын да білгенмін. Сондықтан ең соңынан бұдан сенің хабарың болды. Міне осы жасымда Сүрияның өзін саған қабылдата алмадым. Қызға көрсетпеген құқайын қалмады. Отбасы шарапхана ашқан екен. Ал өзі болса андамында ән айтқан әйел. Әрине ол сенің теңің емес. Бұған шыдай алмаймын. Ағалай ақтық жасап жүргем жоқ. Дегенмен мен не істей алам? Келді, төрімізге жайғасты. Патшайымдар құсап шалқып жүр. Бұған бірдеңе дедім бе? Бегім ханым қалғысы келсе қалар еді. Тым болмаса саған жүкті екенін айтар еді. Не істеуім керек еді? Не істеуім керек еді? Айтшы өзің, не істеуім керек еді? Барып баласында алдыртатын бедім? Құдай сақтасын. Апа, ол кезде оның жасы 25-ке де толмап еді. Оның жасы 25-ке де толмап еді, әрі сенен қорықты. Неге, апа? Сен тып-тыныш қана жүрмейсің осы? Неге? Неге тыныш қана жүрмейсің осы, апа? Неге бәрін білдіресің? Неге? Неге менің өмірімнің астан кестігін шығарасың? Неге, апа? Сенің ойсыз шешімдерің өміріңді астан кестен етіп жатыр, балам. Ашуың содан. Әттең, сынықын аяғын баспай оған бармағаным да ғой. Мені жаның жемей жүр деп ойлайсың ба? Мына сараптаманы оқыған кезде дүние басыма төңкеріліп түспеді деп ойлайсың ба? Бірақ ол сенің балаң болса, менің де немерем. Менің жаным, менің де қаным. Аңсаған қуанышым. Бірақ бір ауыз сөзіме бола. Сенен бүкіл өмір нұрлаған әйелмен бақытты бола алатын бедің. Балам қасымда болушы еді, апа. Балам жанымда жүруші еді. Апа, сен бәрінің тағдырын шеше алмайсың. Шеше алмайсың. Жоқ, о не дегенің? Мен бар болғаны бір анамын. Біреуі астмамен ауырады. Екіншісі болса әлі есеймеген 4 баламен. Жалғыз өзім. Төртеуің бірдей көтер алмаған жауапкершіліктің ауыр жүгін арқалап, әйел басыммен аяғынан нық тұруға тырысқан бір анамын. Әр жолы өздерің тілдеп отырған, бірақ әрбір мүмкіндікті пайдаланған сол текті сендерге беру үшін өз өмірімнен бас тартқан анамын. Дұрыс айтасың. Бағымды қондыра алмайым. Бірақ тағыңа қондыра алғым. Қолымнан келгені сол ғана болады. Енді ол сылтауларыңды алға тартпай-ақ қой, апа. Доғар енді, ол соншалықты оңай емес. Істеген қылығың қанша адамның өміріне орны толмас опыға келгенін білесің бе өзің? Білесің бе, апа? Сылтау. Менің арпалысқан күресіме жақыннан куә болған өзің. Менің арпалысқан күресіме жақыннан куә болған өзің. Көрген азабымды енді тартып жүрген сен, менің өмірімді сылтау десең, онда басқа айтар сөзім жоқ. Кінәлімін, ұлым. Кінәлімін. Сендерді қорғағаным үшін кінәлімін. Өмірлерім үшін жазықтымын. Байламдарым үшін кінәлімін. Жазамды бер. Апа, жағдайың қалай, апа? Сенің дәрілерің қайда? Сөмкеңде ме? Қазір.
Hani aşağı uzun da apa.